Сәлем достар, сіздермен мен Айбат Асқар. Кезекті сабағымызды бастаймыз. Өткен жолғы сабағымызда алшы ойыны туралы түсіндіріп өткен едім. Және де үй тапсырмасы ретінде сол алшы ойынын ойнауды тапсырған едім. Ендеше сол тапсырма орындалды, әрі сіздер үшін қызықты болды деген оймен келесі сабаққа көшеміз. Бүгінгі сабағымыз үш табан ойыны деп аталады. Бұл үш табан ойынын 5-6 адамға дейін шектеулі түрде ойнайды. Әрбір қатысушы адам өзінің көп дегенде 3-4-ке дейін асығын және де бір сақасын алып келеді ойынға қатысу үшін. Және де сол өзінің шамамен алғанда әр адам 3-4 асыққа дейін ортаға көнге тігеді. Одан кейін әрбір қатысушының қолында өзінің сақасы болады. Осы сақаны ұйымдастырушы адам жинап алады қатысушылардан. Жинап алған күйінде ортаға тастайды. Кезекті анықтау үшін. Ортаға тасталған асықтар, байқап отырсаңыздар, алшы позициясында. Одан кейін бүк, алшы, яғни бірінші бастайды. Одан кейін бізде бүк екеуі бірдей болып қалды. Төртіншісі шік, яғни бұл төртінші бастайды. Ал мынау бірдей болып қалған сақалар қайтадан тасталады. Мінекей байқасаңыздар, бүк және шік. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші болып бастайды. Осылайша қатысушылар кезек алмасқаннан кейін бірінші болып бастайтын адам белгілі бір қашықтыққа тұрады. Осы қашықтықтан тұрып, өзінің сақасымен дәлдеп тұрып, қалған асықтарға тигізуі қажет. Осыған тигізгеннен кейін осы аралықтан 3 адым саналады. 1, 2, 3. Байқасаңыздар, мынау менің сақам, ал қалған асықтар осы 3 адымнан асалған жоқ. Мен ойында әрі қарай жалғастырамын. Қайтадан санаймыз. 1, 2, 3. 3 адымнан артық болып тұр. Яғни мына асықты мен ұтып алдым деген сөз. Осылайша ойында әрі қарай жалғастыра беруіме болады. Егер де асықты аталмай қалған жағдайда, немесе 3 адамға жетпей қалған уақытта кезек келесі адамға беріледі. Келесі адам да дәл осылай ойынды жалғастыра береді. Ойын уақыты көндегі асықтардың аяқталғанға дейін жалғасады. Көндегі асықтардың барлығы аяқталғаннан кейін қатысушылар өздерінде бар қалған асықтарды көнге тігеді, немесе болмаған жағдайда ойынды толыққан тоқтатады. Осылайша бұл ойын адамды мергендікке, ептілікке, ширақтыққа баулайды. Сонымен қатар байқасаңыздар, бұл жерде кішігірім де математикада бар. Осылайша біздер баланы жас күнінен бастап белгілі бір қашықтықты есептеуді, әрі өзінде бар, яғни сақасы арқылы басымдықты тиімді пайдалануды үйренеді. Осылайша біздер баланы жастайынан бастап белгілі бір жеңіске жетуге деген намысын қайрап, жігерін ұштайтын боламыз. Бүгінгі 3 табан ойынының негізгі ережесі осындай. Үйіңізде достарыңызбен бірге жиналып, осы 3 табан ойынымен ойнап көрсеңіздер болады. Бұл сіздерге үй тапсырмасы ретінде беріледі. Және де естеріңізге сала кетейін, математикалық шатыспау үшін әрі ойын тым ұзақ болып кетіп, адамды жалықтырып жібермеу үшін әрбір адам көп дегенде 3 немесе 4 асық тігіп көнге бір ғана сақа ұстағаны жөн болады. Осылайша ойын қызықты болады деген сенімдемін. Сіздермен келесі кездескенше, келесі сабақта жолыққанша. Сау болыңыздар.